Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, қымбатты барша менің достарым, жазылушыларым. Мен сіздерге бүгін тәлімгер мен желілік маркетинг жүйесінде көп кездесетін тақырыптардың бірі бұл наставник пен тәлімгер мен партнердің арасындағы қарым-қатынас. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Кез келген компанияға келген кезде спонсор, наставник дейміз да, тәлімгер қазақшасы. Тәлімгер болады және сіз партнер боласыз да, партнер болады. Кез келген компанияға келгенде сізді шақырған спонсорыңыз сізбен жұмыс жасауы тиіс да. Тәлімгер мен партнер бір-біріне тәуелді емес, бірақ екі арада түсіністік, дұрыс қарым-қатынас болуы тиіс. Жақсы білікті тәлімгер спонсор дегеніміз кім? Наставник дегеніміз кім да? Жақсы. Ең алдымен алдыңызда отырған адамды тану, білу үшін сол адамды мұқият тыңдай білу керексіз. Партнеріңіздің жақсы, мықты жағын көре алатын, сол жақсы қасиеттерін дамыта алатын тәлімгер, түсінігі мол, тәрбиесі бай тәлімгер. Көп жағдайларда біраз тәлімгерлер бірден стандартты схеманы ұсынып жатады. Яғни бірден стандартты схема дегеніміз бұл адамдарға қоңырау шалу, бірден презентация жасау, видео түсір, ролик түсір, сондай стандартты схемаларды бірден ұсынып жатады. Бірақ бұл ең бірінші келген адам партнерға дискомфорт туғызуы мүмкін да. Өйткені ол ондай жүйені білмеуі мүмкін. Сондықтан ең алдымен өзіңіздің алдыңызға келген, қасыңызға келген серіктесіңіздің, партнеріңіздің барлық әңгімесін мұқият тыңдау керексіз. Сол кезде белгілі болады да әңгіменің арасында. Сол партнеріңіздің жақсы жағын дамыту жағында сіз жұмыс жасау керексіз. Ең бірінші новичокты мұқият дұрыстап тыңдап алу керекпіз да. Екіншіден, новичоктың мықты жағын дамытуда дұрыс бағыт-бағдар беру бұл наставниктің дұрыс позициясы. Партнер үшін бәрін тәлімгердің жасауы дұрыс емес. Бизнесте новичоктың өсуіне, дамуына наставникпен арасындағы қарым-қатынас, байланыс, связка дұрыс болуы тиіс. Наставник пен партнердің арасындағы байланыс өте маңызды. Көптеген новичоктар оны қарым-қатынасты, байланысты жасай алмайды. Содан арада түсініспеушілік туып, түрлі келеңсіз жағдайлар болып жатады. Ерте ме кеш пе сіз де наставник боласыз да, сіз де наставниктің орнында боласыз. Сіз де бизнеске адам шақырасыз. Сондықтан байланыс керек. Тәлімгер мен новичоктың арасында мықты байланыс керек. Сіз де сол тәлімгеріңіздің білетін жақсы қасиеттерін өзіңізге ала білу, сіңіре білу керексіз да. Губка тәрізді жақсы жағын адамның енді жақсы жағы да жаман жағы да болады, бірақ біз сол жақсы өзімізге керек жағын губка тәрізді өзімізге сіңіре алу керекпіз. Енді тәжірибе болу керек. Адам тәжірибе жинақтаймыз да, кез келген жерде, кез келген жұмыста тәжірибе жинақталады. Барлық бизнеске келген адамдар тек қана информацияға қарамайды, олар көбіне сізге қарайды. Сіздің бизнеске көзқарасыңыз, сіздің бизнеске көзқарасыңыз, сіздің жүріс-тұрысыңыз, сіздің киім киісіңіз, сіздің бизнестің болашағын көре алатындығыңыз, осының барлығын новичок қарайтын болады да сізге. Новичок сетевой бизнеске келген кезде өзін жүйеге бұру үшін, тәжірибе жинақтау үшін белгілі бір сатылардан өтуі тиіс та. Яғни өзінің өмірін өзгерткісі келетін адам белгілі бір саланың профессионалы, маманы болу үшін сол сатылардан өтуі тиіс. Өмірлік тәжірибе жинақтап, өзінің жақсы жақтарын дамытып, жалықпай, талмай еңбек етіп, өзінің тәлімгерімен қоса жұмыс жасап, бірге жұмыс жасап, алдына кездескен кедергілерге қарсы тұру арқылы
адам сол белгілі бір тәжірибе жинақтап сол салада, сол саланың сол маманы асы болып шығады да. Енді мысалға спортшыларда бірден чемпион бола қоймайды ғой, олардың да өздерінің тренері болады да, сол тренермен ұзақ жыл бойына жұмыс жасайды. Яғни өзіне сенімділігі мол, қалайда алдына мақсат қойған, қалайда мен чемпион боламын деген адам әрқашанда жетістікке жетіп чемпион болып жатады да. Біздің желілік бизнесте де, желілік маркетингте де дәл солай белгілі бір сатылардан өту арқылы, тәжірибе жинақтау арқылы бізді сол алдымыздағы кедергілерді жеңу арқылы алдымызға мақсат қоя білсек, тәлімгерімізбен жақсы қарым-қатынаста бола білсек, тәлімгеріміздің әрине тәжірибелі тәлімгеріміздің алдындағы барлық сізге барлық сол бойындағы тәжірибесімен бөлісетін болса, біліммен бөлісетін болса, сіз де сол тәлімгеріңіз тәрізді үлкен тәжірибелі тәлімгер болып, алдыңызға мақсат қойып, сол мақсатқа жете аласыз да. Ол үшін белгілі бір сондай сатылардан өту керек. Адам өзін дамыту керек, адам еңбекқор болу керек, әрқашанда биікке, жоғарыға ұмтылу керекпіз да. Сол алдымыздағы мақсатымызға, арманымызға жетеміз деп мақсат қоя білсек, сол мақсатқа жету жолында жоспар құрып, әрқашанда біздер күнбе-күн жоспармен жұмыс жасайтын болсақ, алдымыздағы үлкен арманымызға біз де бір керемет, Алланың бір тамаша күнінде жететін боламыз да. Оған біз өзіміз сенімді болу керекпіз. Яғни біздің желілік маркетингте де белгілі бір жеңіске жету үшін жүйелік даму баспалдақтарынан өту керекпіз. Біріншіден, сіздің бизнестің болашағына деген сенімділігіңіз болу керек та. Бизнестің сол жасап отырған кәсібіңіздің болашағын көре алу керексіз. Видение дейміз да, орысша айтқанда. Көбіне адамдар продукцияға, өнімнен алған нәтижеге және сол жердегі маркетинг жоспардағы ақшаны көре алады да, бірден жанып, менікі деп жасай бастайды. Бірақ еш нәрсе өмірде бірден болмайды. Алдымызда түрлі енді кедергілер болады ғой. Сол кедергілерге қарсы тұру арқылы, сол кедергілерді жеңу арқылы біздер әрқашанда тәжірибе жинақтап, алдымыздағы қойған мақсатымызға жету жолында күнбе-күн жұмыс жасай бастаймыз да. Екіншіден, түсінісушілік, понимание дейміз да, түсінісушілікпен қарау керекпіз. Сол алдымызға кездескен түрлі кедергілерге түсіністікпен қарау керекпіз. Ештеңе, тағы да айтамын, ештеңе бірден болмайды. Сол барлығы да кішкентай баспалдақтардан, кішкентай сатылардан болады. Үлкен нәрсе кішкентай нәрседен құралады. Қазақта айтпай ма, көп түкірсе көл болады дейді. Сондықтан үлкен мақсатымызға жету жолында біздер кішкентай сатылардан бастау тиіспіз. Яғни сіз команда құра бастайсыз, бұл саланы, бұл мамандықты көре бастайсыз, меңгере бастайсыз, барлығын өзіңізден өткізе бастайсыз. Яғни менің бизнесім менен басталады деген қағида бар ғой бизнесмендердің ұстайтыны. Кез келген жерде мысалға менің өмірім өзімнен басталады. Мен өзімді басты адам қылып санауым керекпін. Және де бизнес менен басталады. Бизнес начинается с меня дейміз да. Барлығы өзімізден басталады. Сол алдыңыздағы жолыққан кедергілерге қарсы тұра біліңіз. Алдыңыздан шыққан дауылдарды баса біліңіз. Сол кезде сіз үлкен тәжірибелі бизнесмен, білікті, сол саланың білікті маманы болып шығасыз. Сол алдымыздағы кездескен кедергілерге қарсы тұру арқылы да. Яғни сізге бизнесті құру үшін бірден 1000, 100, 1000, 10.000 адам керек емес. Сізбен бірге сол бизнесті бастауға өзіңіз секілді 3-4 адам болса жеткілікті басында. Ол адамды біз қайдан аламыз? Өзіміз секілді алдында үлкен мақсаты бар, жетістікке жетем деген үлкен арманы бар. Сол арманымды орындаймын, арманыма жетемін деп жұмыс жасайтын мықты
Адамдарды қайдан табамыз? Әрине, сол адамдарды біз біріншіден іздей бастаймыз да. Ең бірінші база дейміз да, әртүрлі. Ол база қайдан шығады? Ол база сіздің мысалға өзіңіздің оқыған жеріңіз, мектепте оқыған құрбыларыңыз, класстастарыңыз, достарыңыз, одан кейін жоғары оқу орнына түсесіз, сол кездегі группаластарыңыз, студенттік шақтардағы достарыңызда, одан кейін семьялы боласыз, балаларыңыздың мектепте оқыған жеріндегі таныстар, одан кейін институтқа түседі, университетке түседі, сол кездегі таныстарда сондай таныстар арқылы, және де қазіргі кезде мына әлеуметтік желілер жақсы дамыған ғой. Қазір біз сондай уақытта өмір сүріп жатырмыз да. Түрлі әлеуметтік желілерде WhatsApp дейміз, Facebook дейміз, Instagram дейміз, ВКонтакте дейміз да. Сондай әлеуметтік желілер арқылы адамдарды табуға болады. Одан кейін қоңырау шалу. Қоңырау шалған кезде сіздер адамдарға жалынышты, тәуелді болмау керексіздер. Адамдарға қоңырау шалған кезде сіздер сол звоноктың қалай аяқталуы, қандай мақсатта звондайсыз, соны сіз нақты біліп алу керексіз. Адамдардың алдында ақтаудың қажеті жоқ. Сіз звондаған кезде звоногыңыздың маңызы, айтып тұрған әңгімеңіздің, мысалға өніміңіздің маңызы не? Мысалға мен саумалдың маңызын айтам да. Кез келген адамға звондаған кезде, қоңырау шалған кезде өнімнің қаншалықты сол адамның өміріне маңызды екендігін, қаншалықты ол өнімнің өмірін өзгертетіндігін, қаншалықты денсаулыққа пайдасы бар екендігін нағыз фишкілерін ғана айтамын. Болды. Одан кейін ақталудың, адамдардың алдында ақталудың қажеті жоқ. Сіз сол қоңырауыңыздың шалғандағы мақсаты не? Соның маңызын, өнімділігіңіздің маңыздылығын, құндылығын жеткізе білсеңіз болды, жеткілікті. Әр жағында уже ол адам, егер де сіздің интрига тастау керексіз ғой, сіз сол өніміңіздің қаншалықты, звоногыңыздың қаншалықты маңызын жеткізе білсеңіз, әрмен қарай ол адам өзі сізге қоңырау шалу керек. Ешқашанда адамдардың алдында ақталмаңыздар. Сол маңызды да. Тек айтып отырған әңгімеңіздің қаншалықты құндылығы бар, құндылығын, маңыздылығын, нағыз фишкісін жеткізе білсеңіз, сол жетіп жатыр. Одан кейін возражение дейміз да. Ылғи да біз адамдарға қоңырау шалған кезде не, қайда, қашан, не үшін деген түрлі сұрақтарды қоя біледі. Сол кезде сіз үйрену керексіз. Сіз адамдарға звондағаннан кейін адамдар сізге өзі звондауы керек. Яғни сіз қызығушылық танытуыңыз керексіз да, интрига таныту керексіз. Сіз айтқан ақпараттың құндылығы, маңыздылығын жеткізе білу керексіз. Сонда жатыр да бар біздің адамдармен қарым-қатынасымыз, сөйлесуіміз, звоногымыздың маңыздылығы, құндылығы сол біздің айтып отырған әңгімеміздің қаншалықты құнды, қаншалықты ол адамға маңызды, соны жеткізе білсек жетіп жатыр да. Енді одан кейін біздер адамдарды, енді қоңырау шалғаннан кейін адамдарды кездесуге шақыру керекпіз. Онлайн, офлайн дейміз да. Қазір енді біз мына ковидтің, пандемияның уақытында офлайн звонок жасап, офлайн кездесу жасап үйрендік та. Негізі онлайн, негізінде бетпе-бет кездескен жақсы адамдармен. Кәдімгі тірі кездесуді жасаған жақсы. Онлайнда жақсы, енді ол қазіргі заманның талабы ғой, ал адамдармен аптасына 1-2 рет офлайнда бетпе-бет кездескен өте жақсы. Сөйтіп, адамдарды кездесуге шақыру арқылы біздер өзіміздің сол адамға қандай мүмкіндікті беріп отырмыз, қандай өзгеше маңызды өміріне, денсаулығына қажетті қандай маңызды ақпаратты беріп отырмыз, соны жеткізу арқылы, және сол жасап отырған сіз қызметіңіздің компанияңызға промоушн беру арқылы, промоушн деген сөз сол компанияның, сол адамның, сол өнімнің маңыздылығы, құндылығын сіз жеткізе білу керексіз. Соны промоушн дейміз да. Сонда біздер сол адамға ой тастау керекпіз да.
көп жаңағы неден тақырыптан асып, тақырыпқа қажеті жоқ, маңызы жоқ ақпараттарды айтудың қажеті жоқ. Сіз кездесуге шақырдыңыз, кездесуге шақырған кезде сіздің кездесуіңіздің маңызы не? Соны жеткізу керексіз. Нақты және өнім қандай? Ол өнімнің, ол жердегі сіздің айтып отырған ақпаратыңыздың ол адамға маңызы қандай? Соны жеткізе білу керекпіз. Мінекей, осындай сіз өзіңіздің тәлімгеріңізбен, өзіңіз партнер болған кездегі араңыздағы қарым-қатынасты нақтылап, жақсы жылы қарым-қатынас орнату арқылы өзіңіз сол кезде тәжірибені жинақтап, өзіңіз де тәлімгердің орнында боласыз. Сол кезде сіз де бизнеске адам шақырасыз. Сол өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісу арқылы біздер мықты осы желілік бизнесте көп адамдарға қарым-қатынасты қалай жасау керек, адамдармен қалай сөйлесу керек, адамдарға қалай ой тастау керек, сондай көп нәрселерді біз үйренеміз да. Бұл желілік маркетинг негізінде адамды жан-жақты дамытатын, адамға түрлі ой тастайтын, сол ешқандай қорқыныштан қорықпауға, тәуекелге бел бууға адамды үйрететін мықты керемет салада. Мен өзім өте қатты жақсы көремін желілік бизнесті. Желілік бизнеске келу арқылы мен көптеген өзім негізінде бұрын өте ұяң едім, өте ұялшақ едім. Осы желілік маркетингке келу арқылы өзімнің барлық жан-жақты өзімнің мінездерім ашылды. Жақсы жағынан адам өзін дамыта білсе, алдыма армандай білуді, сол арманға жетуге болатындығына көзім жетті. Қасыма адамдарды шақыру арқылы, өзім секілді қарапайым адамдарды шақыру арқылы, адамдарға таңдау беру арқылы, айналамыздағы адамдарымыздың өмірін өзгертуге сондай мүмкіндік беретін бұл керемет жүйе, керемет сала. Сондықтан да мен баршаңызды ешқашанда қорықпауға, батыл болуға, тәуекелге бел бууға, еңбекқор болуға, әрқашанда өздеріңізді дамытуға мен шақырамын. Сол адам бір орында тұрмаса, заманның ағымынан қалмаса, бұрын біздің аталарымыз айтқан ғой, заманың түлкі болса, сен тазы бол деп. Оны біз кез келген нәрсенің екі несі болады да, монетаның екі жағы болады. Жағымды жағы, жағымсыз жағы. Әрқашанда біз сол жағымды жағынан қабылдай білу керекпіз да, айналамыздағы ақпараттарды, айналамыздағы болып жатырған жағдайлардың тек қана жағымды жағын алуға тиіспіз. Сол кезде біздің өмірлеріміз өзгереді. Бұл адамның өзі бәрін жасай алады. Бір адам, сіздің алдыңыздағы адам жасады ма жақсы нәрсені, өмірін өзгертті ма, жақсы өмір сүріп жатыр ма, сондай көңілді, әрдайым сіз сол адамдай болғыңыз келеді ма? Яғни сіз солай тартылу керексіз. Бұл жаңағы өмірдің заңдылығы, бір-біріне закон притяжения дейді, бір-біріне адамдар тартылады. Солай адамдар көбейіп, бір-бірін өсіру арқылы, өзінің тәжірибесімен бөлісу арқылы адамдар бір-бірімізді алға қарай жетелейміз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Әрқашанда жаңалыққа құмар болыңыздар, жандарыңыз жақсылықты жақсы көретін болсын, жаңалыққа ұмтылыңыздар, тәуекелге ұмтылыңыздар, әрдайым көңілді жүріңіздер, жүректеріңіз кең болсын, ниеттеріңіз ақ болсын, пейілдеріңіз кең болсын. Сол кезде Алла тағала жауапкершілігі бар адамға, алдында мақсаты бар адамға, өзін жақсы көретін адамға, алдына кездескен қиындықтан қорқпайтын адамға Алла тағала бәрін береді. Әрдайым алда жүріңіздер, әрдайым қастарыңызға өздеріңіз секілді қырандарды ерте біліңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де талай қызықты, керемет ақпараттармен мен бөлісетін боламын. Өйткені менің тәжірибем өте көп. Осы желілік маркетингте 20 жылға жуық өзімнің тәжірибем бар. Сондықтан да мен сол тәжірибеммен бөлісуге сіздермен әрқашанда дайынмын.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін.